Қайырлы таң. Бүгін мен сіздерге осындай ортопедиялық жастықты тігіп көрсеткім келіп отыр. Өзі өте ыңғайлы екен. Бір күн пайдаланып көрдім. Бұл косточка дейді. Бұны мінекей өзі бір жіпке ұқсайды. Қарап отырсаңыз, жеп-жеңіл және өте ыңғайлы жастық. Интернетте қарасаңыздар тақ толып тұр. Бұл жастығымның ерекшелігі, мен бұл жастықты түйе жүннен жасағым келіп отыр. Ішінің бәрін түйе жүн толтырмаймын. Мына негізін, мына основасын, осылардың міне үш жағы, мінекей. Осы үш жерін жүннен жасаймын. Жүн салып, осындай қылып сырып жасаймын. Сосын, как наволочка ретінде, соның ішіне синтепон толтырамын. Сонда денеңізге тиетін жерінің бәрі де табиғи, таза түйе жүннен болады. Бұл енді өзіңіз де білесіз, түйе жүннің көп пайдасы бар. Адам, мысалға, бұны тек қана жастанбайды, бұны арқасына да сүйеп қоюға болады. Бұны желкесіне де, бұна автомобильге де отырғанда осылай сүйеп қоюға болады. Жалпы түйе жүннің қасиетін бәріңіз де білесіздер. Салқын тигенде түйе жүннен көрпе жамылса, түйе жүннен жастанып жатсаңыздар, ол өте жақсы болады деп ойлаймын. Өте пайдалы. Особенно осы мына остеохондрозы бар адамдарға өте таптырмайтын жастық. Желкесі ауыратындарға, ұйқысы нашар адамдарға өте пайдалы. Енді осының тігу жолын қараңыздар. Бұлай 22,5 сантиметр. 22,5 сантиметр. Бұлай да. Бұлай қарай 12 сантиметр. Бұлай сызамыз. Соны енді мінекей. Бұлай 22, бұлай 12. Бұлай үстіне қарай 7 сантиметр аламыз. Бұлай қарай 9-да 5, 9,5 сантиметр. Одан 9 сантиметр. 12. Соның бәрінде, мына жақтан бұлай қарай 4 сантиметр. Мына жақтан тек 0,5 аламыз. Осылай енді мына 7 сантиметрден бұлай жайлап келіп, мынаған істейміз. Содан мына 4-ке дейін апарамыз. Плавно. Содан бұлай алып келеміз. Бұлай округлять етеміз. Мен қазір за кадром сызып көрсетейін. Сыза берейін. Бұлай. Мынаны дөңгелетеміз. Содан мынаны да сығынтай ғана мынандай қылып дөңгелетеміз. Болды. Осылай 4 деп алған қағазды осындай қылып қиып аламыз. Неке осындай картонға лекалы сызып алдым. Осындай қылып міне. Осындай қылып. Бұлай әрқайсысына бүйтіп қойып. Осындай қылып. Осындай қылып. Осындай лекалы сызып алдым. Лекалы керек. Оны осындай қылып сызып аламыз. Бұндай матаның бізге үшеуі керек болады. Енді 1, 2, 3. Мен бұны
негізін түйе жүнінен жасайын деп отырмын. Бұл жастық әрі пайдалы, әрі ыңғайлы болу үшін түйе жүнінен жасаймын. Бұны басымызға да жастануға жақсы, арқамызға сүйе отырғанда жақсы. Түйе жүнін баспайды дейді, сондықтан да иығымызға, желке жағымызда тұрса, ештеңе етпейді. Аяқтың астына жібермесек болды. Жұқалап қана осылай шайлап саламын. Бұған синтепон сала қойса да болады. Мен бірақ осылай жұқалап қана түйе жүнінен жасағым келді. Тек бұл негізі основа дейді ғой. Сонысы, ал ішіне синтепон саламын. Но адамның денесіне тиіп тұратын жағы осындай жүннен болған жақсы деп ойлаймын. Натуральный заттан жасайық. Шайлап, түтіп осылай сала береміз. Бұны сосын шайлап машинкаға сырып аламын. Әрі әдемілікке, әрі жүні былай сырып кетпейді. Жақсы болып тұрады. Осыны осылай жаба қоямыз. Ағын мәшинеге сырмас бұрын осылай алып, кәдімгі осындай түйреуіштерменен жақсылап бұрыш-бұрышын дұрыстап келтіріп түйреп аламыз.
осындай негізден үшеуін жасаймыз. Қазір мен осындайдың үшеуін жасап сыратынымды көрсетемін. Осындай алып жасадық. Ендігісін осылай. Қазір машинкаға барғанда сырғып кетпеу үшін осылай көптен немен ұстатқанымыз жақсы. Осылай осы біреуін көрсетейін, басқа екеуін салғанымды көрсетпей-ақ қояйын. Қадайық. Бұдан екі. Осындай қылып, сырып аламын. Көрсетемін. Менің бірінші сырғаным. Жалпы мына тігіс барысында бүгін байқап отырмын. Мынау велюр, алдында бір жакет тіккенімде содан қалған мата еді. Бұны сырып жасаған менің осы мына енеме біртүрлі кішкене қиындау болып тұр. Сондықтан мен мынаны сырғанды алшақ қылып, осылай тек қалдырайын деп отырмын. Енді осыны айлап қиып аламын. Осы тек тігістің сыртынан ғана. Үшіншісін тігемін қазір. Мынау екіншісі. Жалпы қатты сырғаннан көріп, мынау жұмсақ болып тұрады екен. Мынау кішкене тығыздау болып тұр. Осындай, мынау осындай. Артық кішкене жиналып қалған. Артын бәрін ішінде қалады. Бұл енді ештеңе етпейді.
үшіншісін тігемін, сосын сіздерге тағы да көрсетемін қандай болып шыққанын. Осылай қылып мынадай лекала жасап алдым. Және де оны осындай сабынның көмегіменен жақсылап сызып аламыз. Осылай. Мінекей. Және оны так, мен осылай ғана тек сабайын. Мынаны ромбик қылғанмын, енді мынаны тіке сызық қылып сызғым келіп отыр. Және алшақ еткен жақсы екен. Өйткені жиналып қалады, ішінде жүн болған соң. Мен бұның ішіне жүн салғым келіп отыр. Мынау негізі өзінің. Оны қазір көрсетемін жасау барысында. Так, көп не қылмайық. Осындай үлкен қылып. Сіз өзіңіз білесіз енді. Әркімнің өзінің қалауынша. Мен бір арасы 8 сантиметрдей қылып. Осындай қылып. Алшақ етіп. Қазір жүн салғаннан кейін сырамын. Онда машинаға тігіп аламын. Осылай. Мынадан біраз қандай бүйтіп алсақ болады. Бұл жерде прям до точности керек жоқ, өйткені бұл жастық. Бес екен. Осындай қылып, қазір жүн салып, арасын сырып аламыз. Şimdi астына осындай мата саламыз. Осындай матаға жайлап жүнімізді жұқа қылып саламыз. Өте жұқа болған жақсы, өйткені қазір сырғанда кішкене мешать береді. Негізін тек основа дейді ғой, соның основасын тек осындай жұқа жүннен жасағым келіп отыр. Түйе жүннен әрі ыңғайлы жастық, әрі пайдалы жастық жасаймыз бұйырса қазір. Осыны негізін түйе жүннен жасап, ал ішін синтепонмен толтырамын. Бұның өзін тек осы матадан ғана тігіп,
жасай қойса болады. Мен өзім өзгеше қылып кішкене пайдалырақ болсын деп. Емдік қасиеті болсын деп. Басымызға жастансақ, арқамызға сүйенсек. Өте таптырмайтын жастық болады. Мен мұндай қылып бірінші рет тігіп отырмын. Сіздермен бірге осылай сіздерге көрсетіп отырмын. Ал сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыз. Қалай қылғанда дұрыс болады? Қандай нәрсені дұрыс емес жасадымын мен? Мен тек на ходу осылай ойлап, осы басымызға бір жастық жасайықшы деп, бұл уже ортопедический жастық дейді адамның мойнына. Жаңағыдай остеохондрозы бар адамдарға, желкеге өте пайдалы деп. Осындай жастықты интернетте мақтап жатады. Мен осыны тігіп көрейінші деп шештім. Осындай. Болды. Жағына жетпей қалыпты. Осыны енді, осыны жан жағын түйреуішпен түйреп аламыз. Сырғып кетпеу үшін міне осындай ғана мындай кәдімгі түйреуіштер. Осылай жақсылап жан-жағынан түйреп аламыз.
енді қазір машинкаға барып сырып аламыз. Бірінші мына ортасынан жасаймыз. Ортасынан бастаған жақсы өрім. Негізінде былай дұрыс тартылмай жақсы тігіледі сонда.
тігістің алшақтығын 4-ке қойып қойдым. Үшіншісінде тік болдық мінекей. Енді осының бәрін тереу үшін алып, қиып көрсетеміз сіздерге. Мінекей осындай үшеуі шықты. Енді бұны кішкене тартылып қалған. Енді бұны осылай оң бетіне қаратып, міне қақ ортасынан тіктім ғой, мынаны осы жағын біріктіріп мінекей қоямыз. Қазір инемен біріктіріп аламын. Жағында біріктіреміз. Енді осылай міне, осыған дейін тігеміз. Содан он тік болғаннан кейін мынаны былай қарай қаратамыз да, мынаны тігеміз осыған. Оны да қақ ортасынан былай қарай осылай тігеміз. Бірінші мынаны тік болайын, мына жерге дейін сізге көрсетемін сосын. Мінекей. Мына жағын тіктім. Жартысына дейін. Осыны осылай қоямыз енді. Мынандай қылып белгілі тіктім. Бұны өзіңіз білесіз, қандай алсаңыз да, мен біраз қандай ғана қыла қойдым. Өйткені мына үйлердің өзі бір қап-қалың 5 сантиметрді алып, осылай тіге қойдым. Оны қазір көрсетемін қай жағына істейтін. Мына жақтарын, орталарын мінекей белгілеп алдым осындай инеменен. Енді осыны қазір
осындай қылып тігіске белгілеп аламын. Енді мінекей осылай тағы да осы ортасына дейін былай тігемін. Осылай опять ортасына дейін осыны тігіп болғасын, соңғысын тағы көрсетемін. Міне осылай тіктім. Міне бір жағын, екі жағын. Міне үшінші жағы енді тігілуі керек. Енді қараңыздар. Мінекей. Былай біреу болып тұрды. Оған былай қылып екіншісін тіктім. Енді мынаны мінекей. Осындай қылып аламыз да. Мынауымызды ұмытпай осының ішіне саламыз. Мынаны осы жерге саламыз. Былай жабамыз. Ішінде қалады. Мынаны да осы мына жағына салып, қазір инемен қадап қоямын. Және енді мына соңғы осылай тігуім керек. Бір азғантай осындай бір кішкене көбірек қылып ашқан жақсы. Осындай бір ашық жер қалдырамын. Былай қылып тігемін. Андай азғантай ғана ашық жер қалдырамын. Осы жеріне қазір синтепон саламыз. Мінекей осындай жастық шықты. Қазір мен бұны әдемілеп синтепонмен толтырамын. Мына жағы мынандай, мына жағы мынандай. Бұл орысша косточка дейді. Сүйекке ұқсайды, желікке. Осыны қазір синтепонмен толтырамын. Мінекей жастығымды осындай толтырдым. Жұмсақ қылып, мына жағы. Енді мен мынаны оңай болу үшін әрлеттен былай түйреуішпен қададым. Мына ашық жерін енді осылай желеп көрінбейтін тігіспен тігіп тастаймын. Дайын болғанда көрсетемін сосын сіздерге. Неге жастығымды тігіп болдым. Мынау мінекей жегі ашық жері, осы ашық жерлерін білдірмей тіктім. Мінекей мынау жан жағынан қарағанда осындай. Мінекей өте жеңіл, жақсы жастық болып шықты. Видеом ұнаса, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ал мен болсам өз тарапымнан сіздерге пайдалы кеңестерді, пайдалы видеоларды түсіруге тырысамын. Ендігі видеоларымда жеңіл әрі тез тігетін тәсілдерін көрсетемін. Бұл жастық енді әрі сырып, әрі ішіне жүн салатын болған соң, кішкене ұзағырақ тігілді. Бір азғантай бір жарты сағатта тігіп болатын жастық түрлерін көрсетемін. Және де ол көлікке арналған болады. Көлікке бас жағына қарай тағып қоятындай қылып, әдемі етіп, сондай кішкентай жастықтарды көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Біздің шағала шипажайымызды түсіріп жатырмын. Күзгі көрінісін.
ар жағында теңіз көрініп тұр. Порттарда тоңжақтарда. Мінекей. Бұл уже күз айы. Бұл күз айындағы көрініс. Алматыда, Ақтаудағы Шағала шипажайы. Мынау Шағала шипажайының қасындағы мінекей теңіз қасында. Осы теңіздің жағасында осындай біздің мінекей Шағала тұр. Шипажай. Жазда бассейн, сондай тұратын жер. Шағала ғой да? Ар жағында кемелер. Бар жақында тұрады. Или білмей тұрған жерім. Мынау айва талы. Кішкентай ғана тал өсіп тұрған. Сол шипажайдың алдында. Сол шипажайдың иесінің құстары. Қаздар ма? Индауыл құсталар ма? Менің хозяйством. Мінекей. Көрдіңдер ме? Балапандары. Менің құстарым. Сол Шағаладағы құстар ғой. Видеоны түсіріп, әдейі жіберіп жатыр едім достарыма. Ойнап. Қарашы, қандай қызық. Әдемі бәрі. Қасымызда жайылып жүреді.
шыққан абрикостар. Тастарды көп қылып үйіп қойдық. Содан көп абрикос шықты. Екінші жыл өсіп тұрған. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осы бақшамдағы осы ерекше гүлдерімді көрсеткім келіп отыр. Қараңыздаршы, сағат кешкі 5, ал гүлдерім әлі бәрі де жабық тұр. Көрдіңіздер ма? Бәрі жабық тұр. Енді бір 2 сағат өткеннен кейін мына гүлдерім жайлап ашылып келеді. Бұл гүлдердің ерекшелігі жарық кезде жабық тұрады да, кешке қарай қас қарая бұлар бәрі де әдемі болып ашылады. Бұл гүлдерді осы жылы еккенмін мен. Қазір міне ерінбей сағаттап әрбір кезеңін түсіріп келемін. Міне гүлдер әлде тағы да ашылып келеді. Қазір қараңғы түсе, мен уже телефонның жарығымен түсіремін. Әдейім болып қазір көрініс болады. Қараңыз, қаншама осындай гүлдер ашылды. Мінекей уже гүлдер әбден ашылып келеді. Осы жыл еккенмін саксофон деген гүл. Мына қараңызшы, қандай әдемі болып ашылып келеді. Осы гүлдерді мен екпестен бұрын осындай гүлдерді естімеппін. Қараңыз, мінекей әдемі болып ашылып келеді. Саксофон десе саксофонға ұқсайды. Және де иісі, жұпар иісі аңқып тұр ғой. Көп болып ашылады. Осыны әдейі сол неше сағат бойы осыны күтіп жүрдім. Осыны түсіріп алайыншы. Осы көріністі көрсетейінші сіздерге деп. Мына гүл, мінекей қараңыз, ерекше болып ашылған. Қараңыз, қандай әдемі. Осыны қызығып түсіріп жүрдім. Табиғат қандай тамаша. Сіздер де менімен осы гүлді көрсін дедім. Сіздер де мүмкін көріп жүрген боларсыздар. Қараңызшы, бір жерден қаншама көп ашылған. Мынандай бутондары шығып келе жатыр. Көп бутондар шығып келе жатыр. Қамыстың несі басқа келеді екен, тамыры. Тамыры ма? Шамалы жоғынбайды. Бұл өзі бір күндік гүлдер екен. Бір күн шығады, қайтадан орнына көп қылып шыға береді екен. Бұның осындай мінекей тұқымы бар екен. Тұқымы. Көп қылып тұқым шашады. Тұқымы. Ал ашылғаннан кейін гүлдер осындай салбырап түсіп қалады. Гүлдер өзі.
Ашып болды. Ашып болды. Ал мынау менің өзімнің огородымның укроп, петрушкалары. Осыларды мен осылай кептіріп аламын. Кепкенде де жақсы иіс шығып тұрады. Кепкен кезде көрсетемін. Өзіміздің огородта өскен укроп, петрушкалар. Ұлпалар. Ешқандай селитра сондай қоспай натурально өскен укроптар.